Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қаражашық YouTube арнасы. Коронавирусқа қарсы екпені енді мәжбүрлеп салады. Бұған дейін тек вакцина ерікті түрде салынатын деген. Үкімет ойын 360 градусқа өзгертіп, бұл туралы отырыста ашық айтты. Яғни, бұдан былай елімізде коронавирусқа қарсы вакцина міндетті болады. Халық бұл жаңалықты қалай қабылдады? Әзірге вакцинаның қашан міндетті болатыны әлі белгісіз. Оның үстіне әзірге жаппай салынады деген әңгіме жоқ. Дегенмен, әлден бастап халық наразылықтарын білдіріп жатыр. Мәселен, бірнеше күн бұрын вакцинаға қарсы бір топ әйел министрлік алдында жиналды. Бірақ наразы топ денсаулық сақтау емес, индустрия және инфрақұрылым дамыту министрлігінің шығуына талап етті. 60-қа жуық әйелдің жаңа айқайы тыңдауға ешкім шықпады. Есесіне күшті құрылымдар есікті іштен кіргізіп, ешкімді кіргізбейді. Алайда 60-қа жуық әйелмен кездесуге министр Бейбіт Атамқұлов шықпады. Артынша полиция ғимараттың барлық есігін іштен жауып алып, ешкімді кіргізбей қойды. Наразы топтың тең жартысы сыртта қалды. Если вакцинация жасамасаңыздар, орындарыңызды отпечатывать етеміз деп айтып жатыр. Сіз базарда жұмыс істейсіз? Мен мысалға базарда жұмыс істеймін. Мен продавец болып біреуде. Бізден мәжбүрлеп жатыр, мәжбүрлемесе біз қалай не істейміз? Мен мысалы ПЦР-тестен қайта өте бере алмаймын. Наразы топтан қауіптенген күзет қызметі арнайы жасақ сарбаздарын да шақыртыпты. Вакцинаға қарсы халықтың шуынан кейін тіпті шенеуніктер өз жұмыс орындарына жете алмай қалды. Біздің түсірілім тобы да ғимаратқа кіре алмады. Сонымен, вакцинаны алуға кім міндетті? Әзірге бұл әңгіме білім беру, қызмет көрсету салаларына қатысты айтылып отыр. Білім ошақтарымен бірге сауда, ойын-сауық орындары, кафе, мейрамханалар, қонақ үй, туристік орын қызметкерлеріне де міндетті болады деген сөз. Екпе алмаған жағдайда еңбеккерлерді жұмыс орнына тек ПТР арқылы кіре алады. Иә, дәл осылай, күнде жұмысқа кіру үшін медициналық зерттеуден күнде өту керек болады. Оған ақшаны жұмыс орнынан немесе өз қалтаңыздан төлеуіңіз керек. Бірақ қазір бұл нақты шешім емес. Үкіметтегілердің ойынша енді халықты мәжбүрлемесе болмайтын сияқты. Өйткені мұндай өсек аяғымен жыл аяғына дейін вакциналауға жататын халықтың 60%-на жетпейтінін үкімет жақсы түсініп отыр. Қыркүйекке дейін 10 миллион қазақстандыққа салып үлгереміз деген үміт көзден бұлбұл ұшқан. Жығылғанға жұдырық болып, соңғы уақытта елдегі эпидахуал да күрделеніп кетті. Жасыл аймақта небәрі 7 өңір. 5-еуі сарыда, қалғаны қызылға енгізілген. Басқа амал жоқ. Вакциналау қарқынын арттыру үшін күштеп салдыруға кірісетінін меңзеді. Әкімдер вакцина салу қарқынын күшейту керек. Бұл әсіресе Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарына қатысты. Еңбек ұжымдарына қызмет көрсету, білім беру саласында міндетті вакцинациялауды енгізу қажеттігі айқын. Яғни екпе алу, сауда, ойын-сауық орындары, кафе, мейрамханалар, қонақ үй, туристік орын қызметкерлеріне де міндетті болмақ. Шынымен де қазіргі жағдай алаңдатады. Өйткені осыдан 5 күн бұрын қызыл аймақта елорда ғана тұрған үнді штабы келді дегелі Алматы қаласы мен Атырау, Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстары да қызылға өткен. Шымкент қаласы мен Ақмола, Ақтөбе, Қостанай және Маңғыстау облыстары сарыда тұр. Өткен аптаға қарағанда елдегі COVID-19-ға шалдығушылар да 39%-ға артқан. Республика көлеміндегі науқас санының өсуі елорда мен Алматыда вирус жұқтырушылардың 1,7 есе көбеюінен болып отыр. Екі қала ел бойынша аурулардың 43%-ын алады. Қазір елордада инфекциялық төсек орын 65%, жан сақтау төсек орны 74%, ал Алматыда инфекциялық төсек жабдық 32%, жан сақтау 31%-ға толған. Осы қалалардағы эпидахуалдың ушуына байланысты адам көп жиналатын орындардың жұмысын шектеу бойынша қосымша шаралар қабылданды. Дегенмен, министр арнайы сараптама вакцинаның тиімділігін көрсетіп отырғанын айтады. Айталық, сәуір-маусым аралығында вакцинаның бірінші бөлігін салдырғандар саны 1 миллион 300 мыңнан 3 миллион 200 мыңға дейін жеткен. Осы кезде науқас саны 2 есеге азайыпты. Тіпті елде дельта штаммы пайда болса да, вакциналаудың айтарлықтай оң ықпалы етіп отырғанын айтады. Тек елорда әкімі Алтай Көлгіновтың баяндамасы министр мәлімдесінен сәйкеспей тұр. Қала әкімінің айтуынша дельта штамм пайда болғалы науқас саны артқанын байқалып отыр. Соңғы аптада жаңадан 3,5 мыңға жуық науқас тіркелген.
Қорытындылай келгенде, денсаулық сақтау министрінің мәліметінше, қазір коронавирусқа қарсы екпе салдыруға жататын қазақстандықтардың арасында 3.300.000-ға жуығы ғана вакцинаның бірінші бөлігін салдырған. Ал екі бөлігін салдырғандар қатары 2 миллионға жуық. Ұжымдық иммунитет қалыптаспағанша жағдай реттелмейтін шығар. Бірақ адамдарды екпе салуға міндеттеу де дұрыс емес секілді. Арнамыздан алыстамай, пікір білдіріп, лайк басып, жазылып отырыңыздар.